Ассалаумағалейкум, арнамыздың құрметті қымбаттылары. Қазақстандағы және әлемдегі болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписать таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Қазақстан президенті UFC жауынгері Шавкат Рахмановқа көңіл айтты. қр президенті Қасым-Жомарт Тоқаев танымал қазақ аралас жекпе-жек шебері Шавкат Рахмановқа әкесі Бақтыбай Алпамысовтың қайтыс болуына байланысты көңіл айтты, деп хабарлайды Тенгриньспорт ақордаға сілтеме жасай отырып. Бақтыбай Рахманұлы лайықты өмір сүрген құрметті адам болды. Нағыз патриот ретінде ол елдің беделін арттырып, бүкіл ұлтымыздың мақтанышына айналған сіз сияқты күшті және батыл ұлды тәрбиеледі, делінген көңіл айту жедел хатында. Ақсақал Рахмановтың қайтыс болғаны туралы хабар 9 тамызда пайда болды. Бірнеше қазақстандық бақ бейсенбі күні Қарағандыда Бақтыбай Рахманұлы Алпамысовқа арналған еске алу кешкі асы жоспарланғанын хабарлады. Оның қайтыс болғаны туралы ақпарат шетелдік басылымдарда да жариялана бастады. Шавкаттың әкесінен 2 тамызда 65 жасында қайтыс болғаны белгілі болды. Жауынгердің өзі әкесінің қайтыс болғаны туралы әлеуметтік желілерде ешқандай ақпарат жарияламаған. Рахманов соңғы рет 8 бұрышта 2024 жылдың 8 желтоқсанында UFC 310 турнирінде ирландиялық Ян Гарриді бірауыздан жеңіске жеткізді. Содан бері қазақстандық спортшы мансабын қайта бастауға кедергі келтірген жарақаттардан зардап шегіп келеді. Соңғы мәліметтерге сәйкес, Рахманов 2027 жылдың басында UFC-ға қайтадан жекпе-жек өткізуді жоспарлап отыр. Осы жылдың наурыз айында Шавкаттың әйелі Гүлайым Рахманова Жамбыл облысында болған өлімге әкеп соққан жол апатынан кейін 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Жас баланы тәрбиелеп отырғанына байланысты жаза мерзімі 5 жылға кейінге қалдырылды. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.